وسلم يا محمد محمد والصلاة وسلم يا محمد محمد والصلاة وسلم. Assalamu alaikum qadırlı Mevlüt bağdarlamasının көрермендері. Сол көршісі ешқандай қоқысылас тастамай қалғаннан кейін пайғамбарымыз уәссалату уәссалам бұған не болды екен деп хал жағдайын білейін деп еврей көршісінің үйіне келеді. Сол кезде бұған таң қалған еврей көршісі не үшін келдіңіз деп сұраған кезде пайғамбарымыз сондай көркем әдетпенен сәлем беріп иіліп ол кісіге науқастанып төсек тартып жатыр екенсіз, мен сіздің хал жағдайыңызды біліп, сол жағдайыңызды білейін деп келдім. Бізге Алла тағала сондай бұйрық берген, көршіңізбен тату болып хал жағдайын білісіп тұр деген деп айтқан екен. Сол кезде ол көршісі сондай тебіреніп, көзіне жас алып, хақ пайғамбардың Алланың елшісі екендігін мойындаған екен. Міне аталарымыз айтатын, мықты болсаң жердей бол, бәрін шыдап көтерген, таза болсаң судай бол, бәрін жуып кетірген деген сөздің айғағы осы емес пе? Алла тағала осылайша әркез момындардың мерейін үстем қылады. Хазіреті Ибраим ғалейхиссалам да бір адамды қонаққа шақырып қойып, кейін оның басқа діннен екенін естиді де, сол сәтте несіне шақырдым дегендей бір кішкентай ой келіп қалады. Сол сәтте Алла тағаладан илхам келіп, ей Ибраим, сен сол адамға бір асын мет бергеніңе өкінесің бе? Ал мен болсам ол адамды анасының құрсағында жаратылғаннан осы күнге шейін күнде ризықтандырып, асырап сақтап келемін деген екен. Міне әлемдік діндердің ішіндегі ең биязы тыныш дін ислам осындай бекзаттығымен, биязылығымен иландырады. Бірде пайғамбарымыз сахабаларына Алла тағала адамдардың абырой дәрежесін қалай көтеретіні туралы сіздерге айтайын ба деп сұрайды. Сахабалар, айтыңыз Расулалла дейді. Сонда пайғамбарымыз, өзіңе білместік істеген адамға, яғни тіл тигізген немесе басқа бір надандық істегенге жұмсақтық істе. Саған зұлымдық қылған кісіні кешірім ет. Сосын саған бермеген кісіге бер, және сенімен қарым-қатынасын үзілді кесілді үзген кісіге бар деген екен. Атам қазақ әркез біреудің білместігін кешіре алмасаң, онда сенің білгендігің қайсы деп басалқы сөз айтып отырады. Құдайға шын ықыласымен сеніп, пайғамбарымның әр сөзіне, әрбір айтқан сөзіне, әр ісіне шын иланып, мейірлене алған иманы күшті адамда момындық сипат болатын себебі неде? Әуелі момын деген сөздің түбірі иман, яғни мумин, иман келтіруші, верующий деген сөз. Пайғамбарымның сондай заман келер, 1000 адам қатар тұрып намаз оқыр, бірақ ішінде бір момын табылмас дегенін қалай ұқпақпыз? Мұсылман болдық, намаз оқыдық деп жүріп, бәрінің бір қауіп қалары бар, бір сілтеп салары бар. Ол қалай? Әл-Мумин Алла тағаланың 99 есімінің бірі. Мағынасы тыныштық әкелуші, ең сенімді қорған болушы, пана болушы. Екіншіден, иманын түгел қылмақты мақсат еткен адамның 24 сағат уайымы өзгелерді емес, өзін түзету.
бас bilmей, noqta görmey ketken şu asauday nefsini avuzdықтап, takımga көндіру. Hazreti Şekerim atamız şın suyu var, jireni var, maqsutu var, erki var. Жаратылған неге бұлар? Осын тап, ой құрап. Бар әлемнің нәрселері болса жанның әсері, есті сол жан, тәңір әсері тазалықты тұрсырап. Шын таза жан, тазалықпен тәңірісіне бармақ ол. Мейірім ынсап әділеттен ағзам деп нұр бұлақ. Әділет, мейірім, ынсап, әділет пен мейірім ынсап, құлшылығым тәңіріме, қиянатқа жанды жұмсап, жанбан отқа шырқырап. Жанға көнсем, жан иесі тәңірге де көнгенім, таймай өлсем, жолым осы, нәпсі қалсын, зар жылап демекші. Жан жүрегінің хикметін, кереметін ашу, сол өз жүрегіндегі жайнап тұрған гүлзар бақтың кілтін тауып, ашпақ түгілі, исін сезіне алған адам енді қылдай қиянатқа бара ала ма? Немесе оған сырттан келіп біреу қиянат жасай ала ма? Міне Шәкәрім атамыздың мына бір сөздері Алла тағала сондай момындық нәсіп еткен адамның жай күйі жайлы ішкі жан дүниесінен хабар бергендей. Мен бір тілсіз көлікпін, басыма ұрма дауың жоқ. Тепкілеме өлікпін, шайтаннан басқа жауым жоқ. Hazreti Lev Толстой айтады, әр адамның жүрегінде асыл гауһар бар. Сол гауһардың сыртын басып қалған тотын тазаласаңыз, бүкіл жан жүрегіңізді ғажап нұрға бөлемек. Ендеше мақсат нұр шашып жарқырауға тырысуда емес, жан сарайыңызды тазалауда ғана дейді. Енді осы Құранда ран деп көрсетілген жүректің тотын, дертін, ауруын емдеудің жолы бар ма? Пайғамбарымыздың хадисінде әр нәрсенің тазартқышы бар, жүректің тазартқышы Алланың зікірі деген анық нұсқау бар. Аллаға мың сан шүкір, осы жүрек дертінің шипасы да Әзіреті Сұлтан Қожа Ахмет Яссауидей әулиенің себебінен Құдайдың қалауымен қазаққа нәсіп болды. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам Айша анамызға айтады екен, жұмсақ бол. Алла тағала бір отбасына игілік қаласа, сол отбасына жұмсақтық нәсіп етеді. Жұмсақтықтан махрұм қалған отбасы игіліктен де махрұм қалады деп үнемі айтып, үйретіп отырады екен. Алла тағала баршамызға осындай жұмсақтық нәсіп етсін, отбасымызға береке бірлік берсін, тек қана Алла тағаладан қорқатын момындардан етіп, жүрегімізді тыныштыққа бөлесін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ehli dilini safası, la ilahe illallah. Sakralarını kuminca, la ilahe illallah. Ağaçlarını barginca, la ilahe illallah. Mahlukatını toginca, la ilahe illallah. Yağmur katrasaninca, la ilahe illallah. Her nefeste her halde, la ilahe illallah. Kim azadın tağabat, la ilahe illallah. Mahrum haqqaninca, la ilahe illallah. Fağfir lana ya Ghaffar. Fağfir lana ya Ghaffar. Fağfir lana ya Ghaffar. يا محمد محمد والصلاة وسلم يا محمد محمد والصلاة وسلم يا محمد محمد والصلاة وسلم. Ассаламу алейкум, қадірлі көрермендер.
Qasiyetli Mavlud Şarif'in şarafatlı күндерінде esen сау жүздесуді нәсіп еткен Алланың рахымшылығына мың шүкір ете отырып, кезекті хабарымызды бастаймыз. Пайғамбарымыз уәссалату уәссалам алғаш дінге шақырып жүрген кезде қасына өңкей міскін мен мүсәфірлер, кедей-кепшіктер, кембағалдар жиналады екен. Соларды көріп Құрайыштың атқамінерлері, қараңдар Мұхаммедтің жинап алған адамдарының түрін деп келеке қылады екен. Сосын келіп өз орталарында күңкілдесіп, егер Мұхаммедтің айтып жүргені хақтың болатын болса, бұл бір шын хақиқи нәрсе болатын болса, онда аналарды оздырмас еді, біздің ортамыздан салих құлдарын бізден таңдап алар еді деп өзара күңкілдеседі екен. Сосын пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламның қасынан мешітке келіп, сенің аналарыңмен бірге отыруға біз арланамыз, оларды қасыңнан қуып жібер, сонда қасыңа отырып сенің әңгімеңді тыңдаймыз деп сондай астамшылықпенен келеке қылады екен. Сол күндердің бірінде Әнғам сүресінің келесі төмендегідей аяттары түскен екен. Таң алдында және кешке Раббысына жалбарынып, оның дидарына ұмтылғандарды қасыңнан қума. Егер оларды қусаң, сен де әділетсіз, қиянатшыл боласың. Осылайша біз біреулеріңді басқа біреулерің арқылы Алланың игілік еткендері осылар ма дегізу үшін сынаймыз. Шүкіршілік етушілерді тез білуші Алла тағала емес пе еді? Біздің аяттарымызға сенушілер қасыңа келіп отырса, ассаламу алейкум деп көркем амандас. Раббыларың өзіне өзі міндет жүктеген рахымды болуды, яғни мейірімді, мархабетті болуды өз мойнына алған. Араларында кімде-кім жаманшылық жасап қойып, бірақ кейін шын ниетімен тәубе етіп түзелетін болса, солар үшін ұлық Алла кешірімді, рахымды. Осындай кешірімділік, рахымшылық қасиеттері біздің ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад уәссалату уәссаламның ең абзал қасиеттерінің бірі болған. Ол туралы бізге көптеген көркем хадистер қалдырып кеткен. Қан төгісті тоқтату үшін басқалар үшін пайғамбарымыз кәпірлерге өзі құн төлеп, сахабалары үшін өзі кешірім өтініп кішірейтін болған. Енді біз мына бір хадиске ой жіберсек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва анин наби саллаллаху алейхи ва алихи ва саллам أنه قال ينادى تحت العرش يوم القيامة يا أمة محمد عليه السلام ما كان لي عليكم من حق فقد خبت لكم حديث إلى آخر. Раваят Хазіреті пайғамбарымыз алейхиссаламнан қияметтің күнінде ғаршының астынан әуез келеді дейді. Ей Мұхаммадтың үмметтері, менің сендерде хақым бар, бірақ мен сендерге оның бәрін кештім. Енді сендердің өз араларыңдағы хақтарың қалды. Сол ақыларыңды бір-біріңе кешіңдер, менің рахметіммен жаннатқа кіріңдер. Содан осылардың барлығы жаннатқа кіреді, Хазіреті Мұхаммад алейхиссаламға көрші болады дейді. Пайғамбарымыз уәссалату уәссалам әрбір хақ сөз жүректі шаттыққа, бал сезімге бөлейді. Ал әрбір жалған нәрсе тынышсыздық, дегбірсіздік әкеледі деген. Сағынышпен сарғая, таусыла күткен сүйіктіңнің хаты мұндай сырлы бола алмас. Енді осы хаттың кімнен келгенін тексеретін мөрі де бар. Ол сіздің жүрегіңізде. Мына хатты салыстырып қараңызшы, екеуі бір қолмен жазылғанын жазбай танисыз. Абу Хурайра разиаллаху анхудан раваят болған, Бухари мен Муслим разиаллаху анху екеуінің де кітабында расталған хадисте пайғамбарымыз уәссалату уәссалам айтқан екен: Алла тағала адамды жаратқан кезде кітапқа
Менің рахымшылығым менің қаһарымнан үстем болды деп жазған. Болып едім ойқылы, ойым кезді бір жылы. Кезген ойым арқылы жүрегіме жаздың хат. Баспасам да ізіңді, сезбесем де сырыңды, көрмесем де жүзіңді. Тиді бізге аманат, жазған хаттың сырымен, жарқыраған нұрымен, тазартып жүрек кірінен, қайғыдан басым болды азат. Алла тағала қасиетті Мәуліт Шарифтің шарафатынан баршамызды осындай пәктікке жеткізіп, жүрегімізді нұрмен жууды нәсіп еткей. Қағбул Ахбар деген кісі айтқан екен, Хазіреті Мұхаммадтың үмметтеріне 3 керемет нәсіп болған. Осы 3 кереметті бұрынғы өткен пайғамбарларға ғана нәсіп еткен, үмметтеріне емес. Бірінші, Алла тағала қияметтің күнінде барлық пайғамбарлардың әрбіреуін өз үмметтеріне куә еткен. Ал Хазіреті Мұхаммад алейхиссаламның үмметтерін барша пайғамбарлардың үмметтеріне куә еткен. Екіншіден, ұлық Алла барша пайғамбарларға: «Ей пайғамбарлар, сендер таза заттарды жеңдір» деп бұйырған, үмметтеріне емес. Ал Мұхаммад алейхиссаламның үмметтеріне: «Ей Мұхаммад алейхиссаламның үмметтері, сендер таза тағамдардан жеңдір, лас харам тағамдарға жоламаңдар» деп бұйырған. Үшінші, барлық пайғамбарлардың дұғасы қабыл болады. Және Мұхаммад алейхиссаламның үмметтеріне, сіз бен бізге Алла тағала айтады: «Удғуни астаджиб лакум». Ей Мұхаммад алейхиссаламның үмметтері, сендер дұға қылыңдар, мен дұғаларыңды қабыл қыламын дейді. Қадірлі бауырлар, ендеше біз де дұға қылайық. Алла тағала дұғаларыңды қабыл қыламын деп бізге өзі уәде берген. Жанымды алсаң ал, малымды алсаң ал, жалғыз-ақ өтінерім пейілімді алма деп дұға қылып, ұрпағын малым жаным садағасы, жаным арым садағасы деп тәрбиелеген атам қазақ. Дәл қазір дүниедегі ең мол рухани қазына байлығына Әзіреті Сұлтан Қожа Ахмет Яссауи, Абай Шәкәрімдей аталарымыздың мұрасына ие болып отыр. Осы берген Алланың есепсіз нығметтеріне мың шүкір ете отырып, қасиетті Мәуліт Шарифтің шарафатынан Алла тағалаға ата-баба жолымен дұға қылайық. Алла тағала халықтың ризығын молайтып, шекарамызды шалқайтып, қырдағы малшының, ойдағы диханның несібесін кеңейтіп, берекелі қылғай. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Yaratkan bir varım yolum izlab, şeytanların yollarının kaydın buzlar. İhlas birle muhabbatni camin içip, canı dilde hay zikrini aydın buzlar. Hay zikrini aydın içken cami şarap, yol istida aziz başı misli durar. Allah için hali harap zarif sebep, canı dilde hay zikrini aydın buzlar. Hastana başım koyup zarif kimsem, halka kurip kim zikraysa yari versem. Zikrin aytı olsup basta durlar silsem, canı dilde hay zikrini aydın buzlar. محمد محمد والصلاة وسلم يا محمد محمد والصلاة وسلم يا محمد محمد والصلاة وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا بأمر الله
باب إجازة أنبياء الله وأولياء الله ووسيلتنا إلى الله. رفع الله درجاته وأتمم بركاته علي وعليكم فيضاته وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. حسبي ربي جل الله على روح المقرب صلى الله. حسبي ربي جل الله على روح المقرب صلى الله. حسبي ربي جل الله على روح المقرب صلى الله. لا إله إلا 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 الله. Zikirlerini afzali la ilahe illallah. İmanımızın nişani la ilahe illallah. Hasanati ahsani la ilahe illallah. Amallerini aşrafi la ilahe illallah. Sakin cennetli sahi la ilahe illallah. Yeti tozak kusuli la ilahe illallah. Sinamizli sayqali la ilahe illallah. Batınlarni tuhuri la ilahe illallah. Saradu gayeti gölgesi yerle koyulsa ağır gelir cümlağa la ilahe illallah. Kalime-i tayyibe, kalime-i şehadet, kalimet-i aşrafi la ilahe illallah. Kalime-i takvadur, kalime-i nicettur, kalime-i ihlastur la ilahe illallah. Kudişi açılır, arş kadar yetuşur, ihlas ile açsanız la ilahe illallah. Dahil bulur behişka Müslim rivayetinde, kim olarsa ki bilse la ilahe illallah. Her kim sidqiyle açsa, isnadil tasdiqiyle, başaret bir cennet la ilahe illallah. Tathir batin uçun avsufun mazlumadan, misli yoktur bilseniz la ilahe illallah. Nekeyle gaysiyoni, ispat eter hudani, köngülümüzge açsanız la ilahe illallah. Tatkan bilur tamini, bazin tatlik mazati, bilaydesin daima la ilahe illallah. Günah katmalığa mandan artık amal yok. Mağfiret deryasıdır la ilahe illallah. Satip alır nefsini cehennem otiden, 70.000 kere açsa la ilahe illallah. Bişer cennet takir haydi hitap ziyadab, açsa ahir umrida la ilahe illallah. İllallah, illallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Halkası kuruldu, aydarmışlar gelingler. Hak sufrası yayıldı, andin uluş alingler. Halk ilmini okuban, halk ilmi gayeti ban. Yokluk içra batibon, varlıklardın alingler. İltif şakkat derdesin, silab didar vagdasin. Aşık kunil didasin, müşahide filingler. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Kuvarlasın Ali ve nasbaşıga saliban. Tumi kuni talibler, canni kurban kılingler. Halka icrahu denler, gaşgotiga yaninglar. Tancan birlan talibler, tadbir başla baytınlar. Huhuti odar inrabu de mazda magnabar. Dinaridin umut var, rahmatidin alinglar. Kulka rahmat kulmalgan, yoluz ida gül bolgan. Taliblerga mal bolgan, andin gibrat alinglar. La ilahe illallah, 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 la ilahe illallah. Allahu 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 Allah. 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 Allah, la ilahe illallah, Nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. Allah, la ilahe illallah, Nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. Allah, la ilahe illallah, Nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. Hasbi Rabbi Cellallah, Nuri Ahmed sallallahu. Tahir kalbi ya Allah, la ilahe illallah. Hasbi Rabbi Cellallah, Nuri Ahmed sallallahu. Tahir kalbi ya Allah, la ilahe illallah. Hasbi Rabbi Cellallah, Nuri Ahmed sallallahu. Tahir kalbi ya Allah, la ilahe illallah. La ilahe illallah, 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 la ilahe. Ya Muhammed, Muhammed, wassalatu wasallam. يا محمد محمد والصلاة وسلم. يا محمد محمد والصلاة وسلم. Assalamu aleykum kaderli Mevlüt bağdarlamasının körürmenderi. Osunau şarafatı mol aydın qoңur keşlerinde Paygambarımız Muhammed vessalatu vesselamның muciza kerimetleri, gıybratda ömrü jayında bayandaudu nasip etken Allah'ın şeksiz rahmetini mıng şükür ete oturup кезекті habarımızды бастаймыз.
İslam medeniyetinin şoxtığı büyük yıldızlarının içinde İmam Azam Ebu Hanifa Sufi Kufi erекşe orun aladı. Ahli sünnet mazhabının köşün bastаған Hazreti İmam Azam Ebu Hanifa'nın şın atı Nu'man. Сәбиттің баласы Нұғман менің үмметімнің шырағы деген байлаулы сөз мүбәрәк пайғамбарымыз Мұхаммад уәссалату уәссәләмнің өз аузынан жеткен. Әкесі Сәбит деген кісі, ол кісі де белгілі ғалым болған. Сол кісі бірде бұлақтың басында тақарат алып отырса, судың бойымен бір қып-қызыл алма ағып бара жатыр екен. Сол алманы алып бір тістеп қалады да, ау, бұл алманың хақсы болып жүрмесін деген ой келіп қалып, жаңағы алманы алып бұлақтың бойымен өрлеп, Сәбит деген кісі жүре береді. Содан бұлақ ағып шығып жатқан, біраз жүргеннен кейін бұлақ ағып шығып жатқан бір қорғанның басына келіп қараса, қорғанның ар жағында бір үлкен алма бақ бар екен. Оның ішінде көптеген жұмысшылар жұмыс істеп жүр екен. Содан бақтың иесін шақыртып алып, Сәбит, осы алманың хақсын Алла разылығы үшін маған кешіңіз деп өтінеді. Сонда бағбан тұрып, жоқ, кешпеймін дейді. Ендеше сіздің жұмысыңыз істеп берейін, немесе ақысын төлейін десе де, ол кісі көнбей қояды бағбан. Содан тұрып, онда не істейін енді? Сіз мені қинадыңыз ғой, ойпырмай, бұныңыз қиын болды ғой деген кезде, бағбан тұрып, мен сізге қоятын бір шартым бар. Егер осыны орындасаңыз, онда хақсын кешем алмаңыздың дейді. Сосын Сәбит амалсыз көніп, келіскеннен кейін бағбан тұрып айтады, менің үйде бір қызым бар. Ол қызымның аяқ қолы шолақ, өзі мылқау, көзі соқыр, құлағы естімейді. Егер осы қызға некеге тұрып, егер алатын болсаң, онда сенің хақыңды кешем деген екен. Содан Сәбит уағдаласып қойғаннан кейін амалсыз көнеді. Содан біраз күн өткеннен соң некесін қиып, қызды алып кетуге бағбанның үйіне келеді. Ол күйеу баласын бір оңаша бөлмеге отырғызып қойып, қызымды қазір көресің, осында күттеп кетіп қалады. Біраздан соң бөлмеге ай мен күндей, өріп ауызға салғандай ғажап сұлу бой жеткен кіріп келеді. Сәбиттің күткені бұл қыз емес, ұялып бөлмеден атып шығып, атасына жүгіріп келеді. Мен қызыңызды ұзақ күттім, келтірмедіңіз ғой десе, атасы, сенің алдыңа ешкім кірген жоқ па дейді. Сәбит шынын айтып, бір бөтен ғажап бір сұлу қыз келді, мен ұялып шығып кеттім деп шынын айтады. Сонда атасы оған мейірлене сүйсіне қарап, егер бұл қыз саған ұнаса, саған беретін басқа қызым жоқ жаным дейді де, баяғы әңгіменің мәнісін түсіндіреді. Балам, қызымның аяқ қолы шолақ дегенім, бөтен жүрістен немесе бір жаман әдет қылықтардан сақтап өсіріп едім. Көзі соқыр, құлағы саңырау дегенім, оны барша жаман әдепсізді қылықтардан сақтап, ешқандай жаман сөз естіртпей сонша аялап өсіріп едім деп балаларына батасын берген екен. Міне осындай тұла бойы ұят пен ар, осындай пәк ата-анадан Әбу Ханифадай данышпан туған. Пайғамбарымыз Мұхаммад уәссалату уәссалам өз үмметінен осындай әулиелердің шығатынын біліп, Аллаға есепсіз шүкірлігін білдіріп өткен. Хазіреті Мұхаммад алейхиссалам ұлық Алланың нұрынан жаратылған болса, 18 мың ғалам, екі дүниедегі барша жаратылыс Мұхаммад алейхиссаламның нұрынан жаратылған. Ана мин нуриллахи күллі шайин мин нури деген. Хазіреті пайғамбарымыз уәссалату уәссалам, мен ұлық Алланың нұрнанмын, ал бүтін жаратылыс менің нұрымнан деген. Егер Хазіреті Мұхаммад алейхиссалам жаратылмағанда, басқа еш нәрсе, еш бір жаратылыс болмас еді. Тек Алланың бір өзі ғана болар еді. Бұл хадис құддисида айтылған сөз. Және айтқан, егер Мұхаммад саллаллаху алейхи уәссәләмді жаратпағанда, мен құдайлығымды әшкере қылмас едім деген. Осы айтылған шындықтардың бәрі Хазіреті пайғамбарымыз алейхиссаламның басқа барлық пайғамбарлардың бәрінен артықтығына дәлел. Енді осындай Алланың сүйікті досы, барша жаратылыстың тәжі Мұхаммад алейхиссалам біз әңгімеге арқау етіп отырған Әбу Ханифа Суфи Куфи мазхабының басқа 3 мазхабтан артықшылығын өз аузымен айтып, кесімді байлауын бекітіп кеткен. Оған пайғамбарымыз алейхиссаламның мынау айтқан сөздері куә.
En-Nu'manu siraju ümmeti, Səbittің balası Nu'man mening ümmetimning çıragı degen. Abu Hanifa laqab аты, Bibi Hanifa atты өзінің қызының атымен аталған. Hazreti Muhammad aleyhisselam және айтқан: فَإِنَّ الْعَبْدَ الَّذِي يَرْجُو مِنَ اللَّهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ بِفَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْعَبْدُ ثَابِتًا وَمُسْتَقِيمًا وَمُتَمَسِّكًا. Yani қандайда бір Алланың құлы ұлық Алладан өзін кешіруді үміт қылса, Алла тағала өзінің фазлымен, рахымымен кешер мекен деп үміт етсе, және тура жолдан таймай мықты болуға бел байласа, онда Хазіреті Имам Ағзам Суфи Куфи рахматуллах алейдің масхабын ұстансын деп өсиет еткен. Хазіреті Адам алейхиссалам мені мақтаныш еткен. Ал мен өз үмметімнің ішінде бір адамға ерекше мақтанамын, оның аты Нұғман. Бүкіл пайғамбарлар мені мақтаныш еткен, ал мен Әбу Ханифаны мақтаныш етемін. Кім-де-кім Әбу Ханифаны жақсы көрсе, мені жақсы көргені. Ал кім-де-кім Әбу Ханифаны дұшпан көрсе, мені де дұшпан көргені деген. Міне ислам ғұламалары махаббат пен Имам Ағзам Суфи Куфи деп атаған Әбу Ханифа рахматуллах алей туралы Хазіреті пайғамбарымыз вассалату вассаламның өзі осынша ілтифат пен ерекше құрметпен сүйсіне отырып қадір қасиетін айтып жеткізіп кеткен. Алла тағала еліміз Қазақстанға құт береке әкеліп, ислам дініне қуат берсін, баршаңыздың отбасыларыңызға тыныштық, берекет нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Şeytanların yollarının kaydın buzlar, İhlas birlen muhabbet nicamin içip, canı dilde hay zikrini aydın buzlar. Hay zikrini aydın biçken cami şarap, yol istida aziz basit durar. Allah için hali harap zari kebab, canı dilde hay zikrini aydın buzlar. Hastana başım koyup zari kılsam, halka kurip kim zikraysa yari versem, zikrin aydı olsup basta durlar tirsem, canı dilde hay zikrini aydın dostlar. Allahu hay amal kılmay alayım ilmin batı bilgay, Allah varsa tarla hatta cennet gülgay. Allah Resul dinin küllep aymasınlar, canı dilde hay zikrini aymasınlar. Mümkün nakir marra düşken sual kılgay. Ya Muhammed Muhammed ve salatu ve sellem. Ya Muhammed Muhammed ve salatu ve sellem. Ya Muhammed Muhammed ve salatu ve sellem. Assalamu aleykum qadırlı көрермендер. Өткен хабарымызда біз әңгімемізді пайғамбарымыз вассалату вассалам фани дүниеден өткеннен кейін өмір сүрген ислам ғұламалары мен әулиелері хақында өрбіткен болатынбыз. Әлбетте, бұл да бір ұшан теңіз аясы кең тақырып, бірақ бұл тақырыптың да біз баяндап бастаған пайғамбар алейхиссаламның мұғжиза кереметтері жайлы әңгімемізге тікелей қатысы бар. Сондықтан бұл тақырыпты да қысқаша болса да қозғап кеткенді орынды көрдік. Пайғамбарымыз Мұхаммад вассалату вассаламға дейінгі ешбір пайғамбарға нәсіп болмаған ерекше мұғжиза кереметтің бірі пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламның миғражға көтерілуі деп айтқанбыз. Осы сапар пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам Алла тағаланың тікелей өз құзырында болып, содан өзінен бұрынғы өткен пайғамбарлардың бәріменен шұрқыраса табысып, жөн сұрасқан, жауап алысқан. Онымен де қоймай Алла тағала пайғамбарымызды сүйікті хабибін өзінің үмметтерінен кейін шығатын, үздік шығатын әулиелер мен ғұламаларды көрсетіп, сүйікті хабибін дән риза етіп жіберген.
Міне осындай пайғамбарымыз уәссалату уәссалам миғражға көтерілген сапарында өз үмметтерінен үздік шығатын ислам ғұламаларына Алла тағаланың берген мәртебе дәрежесін көріп, тамсана таңырқап, Аллаға сансыз көп ырзалығын айтып жеткізе алмай, тебіреніп толқып, ырза болып қайтқан. Сол миғражға сапарында Мұса алейхиссалам ұшырасып, «Әй Мұхаммад алейхиссалам, сен бір хадисіңде менің үмметімнің ғұламалары Бани Исраилдің, яғни Исраил ұрпақтарының пайғамбарларымен тең деген екенсің. Соның мәнісін түсіндірші» дейді. Сонда Хазіреті пайғамбар алейхиссалам сіздің бұл сұрағыңызға менің мына үмметім жауап берсін деп имам Ғазали рахматуллах алейхи нұсқайды. Сонда Мұса алейхиссалам ол кісіге көптеген сұрақтар қойып, имам Ғазалидің көл көсір білімі мен парасатына тәнті болады. Содан пайғамбар алейхиссалам осы миғраж сапарында ләмәкәннен түсіп келе жатқанында дүние тіршілігіне оралар сәтінде ең соңғы көрген көрінісі бір ғажап сұлу, сондай нұрлы, көркем жүзді адамды көріп қалады. Бұл кім деп аң-таң қалып сұрағанда, бұл сенің үмметіңнен осындай Алланың хақ дінін сұлу сөзбен жырлайтын Руми деген әулие болады деп. Адамзаттың ой санасының өсуіне үлкен өлшеусіз үлес қосқан, ислам мәдениетінде маснауилары менен өшпес із қалдырған ұлық әулие Джалалладдин Румиді таныстырған. Енді қасиетті топырағымызда, ата жұртымызда туып, Алланың сүйікті құлы болған Әзіреті Сұлтан, яғни әулиелер сұлтаны Қожа Ахмет Яссауидің рухы миғраж сапарында пайғамбарымыз уәссалату уәссаламға ұшырағаны жайлы Дивани хикметте мынандай таңғажайып сырға толы жолдар бар. Ей достар, құлағың сал осы кепке, сол себептен 63-те кірдім жерге, миғражда хақ Мұстафа рухымды көрді, сол себептен 63-те кірдім жерге. Хақ Мұстафа Жәбірәйілға қылды сауал, бұл неткен рух, тәнге кірмей тапқан жамал, көзі жас, халыққа бас, жаны адал, сол себептен 63-те кірдім жерге. Жәбірәйіл айтты, үмметісі сізге бір хақ, көкке шығып періштеден алар сабақ, жылаушыға сыйға берер 7 табақ, сол себептен 63-те кірдім жерге. Перзентім деп хақ Мұстафа қылды қалам, одан соңыра барша аруақ берді салам. Рахметіне дария толып жетті хабар, сол себептен 63-те кірдім жерге. Хазіреті Қожа Ахмет Яссауи әулиелер иерархиясының ең соңғы дәрежесі, құтып дәрежесінен де биік, құтубул ақтаб мәртебесіне жеткен. Алланың жәрдемімен заманда бабамыздың рухани иқбалы түркі дүниесінен асып, Мекке Мәдине Шәрифке жеткен. Енді Алланың рахматына алыс жақын жер болмайды демекші, күні кеше ғана дүниеден өткен Хазіреті Шәкәрім рахматуллах алейден жеткен мына бір үзік сыр жолдарына құлақ түсіп. Ақыл құсы адаспай аспандаса, әлемде нәрсе болмас одан таса. Жеті көк жерден оңай басқыш болып, ғарышқа қол жетеді қармаласа. Жанның бәрі мендей жар табар еді, терең ой, сау ақылмен шамаласа. Міне пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламның үмметтеріне, кейінгі үмметтеріне Алла тағаланың берген дәрежесі осындай. Пайғамбарымыз Мұхаммад уәссалату уәссалам Алла тағаланың бүкіл әлемге шапағатшы етіп жібере салған ерке пайғамбар. Алла тағаланың өзі ырзалығын іздеген ерікті пайғамбары болса, сіз бен бізге оның ерке үмметі болу бақытын нәсіп еткен, құдіреті күшті Құдайдың бізге бере салған осындай мәртебе дәрежесін кеш те болса ұқсап етті. Осы орайда бүгінгі шым-шытырық заманда затшылдық көзін байлаған надан ғылымда, шатақ дінге шырмалған дүмшелер де адамзатты әбден шатастырып, тығырыққа тіреген заманда
еш жиып етек жеңімізді жөндейтін, бет түзеп бағдар табатын ең дұрыс жол ақ жүрек ілімін көрсетіп берген тұлғаларды біздің қасиетті қазақ топырағына нәсіп еткенін кездей соқтық дей аламыз ба? Сол көп дінде шешу бар, сол шешудің арты бар, адасқанға кешу бар, кешудің де шарты бар. Тәңірі жолы ақ жүрек, сайтан деген қиянат. Ақ жүректі ертерек, ескер дағы қыл әдет. Ендеше мазхабымыз пайғамбар алейхиссалам мақтан еткен Әбу Ханифа рахматуллах алейдің жолы болса, енді оның маңызы, ішкі түйіні, мазмұны Шәкәрім рахматуллах алей көрсетіп берген ақ жүрек, ар ілімі. Қадірлі бауырлар, аталарымыздың бұл сөздерінің астарына үңілсек, дүниеге бір жарық нұр еніп, ақ жарылқап күн туып, қой үстіне бозторғай жұмартқалайтын бір заманның төбесі көрініп қалғандай. Осы нұрдың оты қазақтан тарап, ақтан көзі тұмшаланған дүниені жарқыратып, көзін ашар ма? Құдай тағала шебер ғой. Осындай бір заман аяқ астынан келіп қалама деген үлкен үміттің тауына мініп отырмыз. Бұдан артық қазаққа қандай бақ керек? Осы үмітіміздің ақталуын Алла тағала тезірек нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 18 min qalamga sarvar bolgan Muhammad 33 min ashabga rahbar bolgan Muhammad iyalanga çaçliga qanağatlık Muhammad Gasi jafi ummatga şafaatlık Muhammad Tunlar yatıp uyumaz tilavatlık Muhammed Garip bir yetim marvatlık Muhammed Ya Muhammed Muhammed ve salatu ve sellem Ya Muhammed Muhammed ve salatu Ya Muhammed Muhammed ve salatu ve sellem يا محمد محمد والصلاة وسلم يا محمد محمد والصلاة وسلم Assalamu alaikum qadırlı Mavlid bağdarlamasının körürmenderi. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul azim. El-Aya. Ey Muhammed, Rabbin seni makama mahmuda derecesine kötüredi. Qadırlı körürmender, biz sizlerge ötken habarımızda Peygamberimiz vessalatu vesselam'nın makama mahmuda derecesi jaylı aytıp bastagan bolatınız. Бұл özü eşkanday jaratılış estimegen, eş akılga keşpegen, ешкім көрмеген сондай бір ерекше Алланың алдындағы құрмет дәреже. Бір қызығы өзіміз күнде мешіттерде естіп жүрген азанның дұғасында да осы мақама Махмуданың жайы ашық айтылған. Азанның дұғасы барша көңілі сынық мұсылмандар көз жасын көл қылып Алладан ерекше тілеп алатын ерекше қасиетті дұға. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin Bilal Habaşi деген азаншысы әсем үнімен әуелетіп азан шақырғанда тебіренбейтін тірі жан болмайтын деседі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ve әлихи ve sellem намаз уақыты келгенде «Ей Біләл, шақыршы азаныңды, фәни жалғандағы жанымыз жай тапсыншы» деп азанды Біләл разияллаху тағала әнхуға шақыртқанды ұнатқан. Hazreti Bilal Peygamberimiz dünyeden ötken soң bұрынғы баз күндерін сағынып, ұзақ жылдар қайғыға түскен. Мединенің әр көшесі, әр ағашы, әр үйі Пайғамбармен бірге өткізген күндерін, шуақты сәттерін есіне түсіре берген соң, мұңлы шерін тарқата алмай, ақырында қайғыдан құтылу үшін Шам еліне, яғни Сирия жеріне көшіп кеткен екен.
Ол жаққа келген соңда Хазіреті Біләл азан шақырғанда бүкіл мұсылмандар егіліп жылаған. Содан бір шаруалардың орайымен Хазіреті Біләл араға біраз жыл салып, Мединеге аз уақытқа қайтып келгенде, пайғамбардың немересі Хусейн разиаллаху тағала анху Хазіреті Біләлден таң намазының азанын шақыруды өтінеді. Хусейннің көңілін қимаған Біләл баяғы әсем әуезімен таң намазын шақырғанда, Мединаның бүкіл халқы Расулалла қайта тіріліп келгендей әсерленіп, сағыныштан егіліп, көз жастарын басалмай түгел еңіреген. Бұл тірлікте ислам көркейіп тұрғанда сондай да замандар өткен. Енді осы азанның дұғасына зер салып, қысқа ғана қайырылған, бірақ аясына көп сыр жасырған әрбір сөзін аудара отырып, өреміз жеткен жерге дейін ойға салып көрелік. Аллахумма рабба хазихи дағвати тәмә вассалатил қаима. Адам атадан бергі күллі пайғамбарлар, әнбие расулдар оқыған мүкәммәл осы дұға мен намазды үйреткен және оны бізге орындауды нәсіп еткен аса ұлық мейірімді Аллах. Әти сайидина Мұхаммад әл-василата вәл-фадила. Адам мен Алла тағаланың арасын жарастырушы һәм байланыстырушы күллі әлемге ардақты болған Мұхаммад саллаллаху алейхи вә алейхи вә сәлләмді есеп берер күні біздің жақсылыққа жетуімізге вәсила себеп етіп, ей кең Алла, аятта уәде еткен фазилет құрмет сыйын бере көр. Құран кәріміңде 7000 жерде мақтауын жеткізе есіне алған ең сүйікті құлың Мұхаммедқа лайықты құрмет көрсетіп, ең жоғарғы дәрежең мен ең биік мәртебеңді бере көр. وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ. Барша пайғамбарлар Алла ризалығын сұрағанда, үмми құлы Мұхаммадтың ризалығын сұраған шафағатшы Алла, сен мақама махмуда, мақтаулы мақамға еш адам баласын лайық көрмепсің. Өзің қасиетті Құрани кәрімде уәде еткен сол үмми құлыңның дәрежесін мақама махмуда дәрежесіне көтер. Ол мақамның мәні ұлық шарафат болса, варзуқна шафағатаху ва зияратаху яумал қияма. Қияметтің қиын күнінде сол ұлық пайғамбарыңның шафағатын нәсіп ет бізге. Ал бұл фәни дүниеде Мұхаммад пайғамбардың қабірін зиярат етуді нәсіп ет. Сөйлесе тек уахимен сөйлейтін пайғамбарымыз алейхиссаламның хадисінде «Мән зәра қабри вәжәбәт ләху шафағати». Кімде-кім менің қабірімді зиярат етсе, оған менің шафағатым уәжіп болады, міндетті түрде шарафатым тиеді деген. Сол зиярат қылуды жер басып тірі жүргенімізде нәсіп қыла көр. «Иннәка лә тұхлифул миғад». Я Алла, еш күмәнсіз сенеміз сенің уәдеңді бұзбайтыныңа және Мұхаммад пайғамбарды мақама махмуда дәрежесіне көтеріп, біз сияқты күнәсі көп үмбетіне оны шапағатшы қылатыныңа. Міне бұл біздің азан шақырылғаннан кейін естілер-естілмес дауыспен сыбырлап айтып жүрген дұғамыздың мағынасы осыншама терең сыр жасырған. Өмірде тепкі жесем жазығым жоқ, еш нәрсеге болмаса көңілім тоқ. Қайта-қайта оқысам бір дұғаны, сөніп қалған жүректе жанады соқ. Қуаты бар дұғаның қуантарлық, қапаланған көңілді жұбантарлық. Адам ұқпас бір тәтті лебізінен, уан деген естілер ұлы жарлық. Жаныңның ауыр жүгі жеңілгендей, көңілден кернеген кек кемігендей, болады жылауға да сенуге де, жүректің басынан у төгілгендей. Бұл дұғаның мағынасын терең ұғынып,
пайғамбардың қандай ұлық шапағатшы болатынына күмәнсіз сенетін болсақ, мені осындай шапағатшы пайғамбардың үмметінен қылғаныңа мыңда бір шүкір деп, ертелі кеш әлхамд айтып, адаспай, шатаспай, ислам нұрына жеткенімізге шүкіршілік етелік. Сол шапағатшы пайғамбардың рухани ілімінің тереңіне бойлап, жауһари маржандарын шашу қып шашқан Қожа Ахмет Яссауи, Абай Шәкәрім сияқты данышпан бабаларымыздың үйреткен өнеге ұлағат сөздерін қастер тұтайық, шатақ дінге айырбастамайық. Осы сөздерге тәуба қылып, айылымызды жиялық, аталарымыз көрсетіп кеткен ақ жүрек ар іліміне бас қоялық. Ал егер пайғамбарымыздың мәртебе дәрежесін мойындамай, Алла тағала оны қандай рақымшылығымен жібергенін түсіне алмай, көкірегімізді қараңғылық басатын болса, және оның ілімінің уыз балын, шырын сөлін қаз қалпында ана тілімізге бізге жеткізген бабаларымыздың мұраларына жеңіл қарайтын болсақ, нағыз қорлық, нағыз білместік сонда болмақ. Наузу биллахи минха. Ертеңгі мәуліт хабарында сіздер салават, зікір, тахлил айтылатын Яссауи тобының өнерін тамашалайсыздар. Алла тағала баршамызға исламның нұрын, пайғамбардың шафағатын нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا محمد محمد والصلاة وسلم يا محمد محمد والصلاة وسلم يا محمد محمد والصلاة وسلم. Ассаламу алейкум, қадірлі мәуліт бағдарламасының көрермендері. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби. Я айюхаллазина аману. Саллу алейхи ва саллиму таслима. Садақаллахул азим. Әл-ая. Қанша оқысаң көзіңді баурай беретін, жан жүрегіңді шуаққа бөлеп, сырға бөлейтін, расау деп бас изететін, осындай сырлы, осындай нұрлы Алланың осы аятында Алла тағала өзінің шексіз мейірімі мен құлдарына мынандай ғажап шындықтарды сыйға тарта салған. Осы ақиқат шындық. Алла тағала Мұхаммад алейхиссаламға өзі салават айтады, және періштелеріне салават айтқызады. Ей Мұхаммадтың үмметтері, сендер де пайғамбарларың алейхиссаламға шексіз көп салават айтыңдар дейді. Сонымен бүгінгі әңгімеміз Хазіреті пайғамбарымыз Мұхаммад вассаламға салават айтудың сауабы мен Алла тағаланың алдындағы бағасы жайлы болмақ. Пайғамбарға салават айтып, оның рух шарифіне дұға бағыштап сәлем жолдау дінімізде ең түбегейлі әрі жан жақты қарастырылған сауабы мол ғибадат. Бұл ғибадаттың ұлықтығына, сырының тереңдігіне айғағымыз әуел жаратушы иеміз Алла тағаланың өзі сүйікті хабибі Мұхаммад пайғамбарымызға салават айтатыны туралы Алланың біз келтірген нұрлы аяты. Қазақта қара сөзге дес бермеген данышпан Абайдай дүрділге, тағриф ақылға сыймас ол Алла, тағрифқа тілім қысқа ақ дегізіп, тамсандырған Алланың кәләмінде ешбір бұйрық бұлайша келмеген.
Men rahimdi, meyrimdi Allah'mın qoy deydi. Yaratkan iyemiz Jabbar Huday бұл аятта. Men Muhammad'ın ümmetin keşiruşi, jarılqavşı Huday'mın qoy. Mene men бұл buyruqты özüm aytıp, özüm orundayımın. Sosun periştelerime orundatıp, barşa perişte atavlığa Muhammad sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemga salavat aytudu buyuramın deydi. Endi üçüncü sen de iman keltiruşi kulum Muhammad aleyhisselamga salavat ayta qoy, onun şafaqatından qur qalma deb үйretedi. Бұл сөзді buyruq emas, bizge degen Muhammad aleyhisselamның ümmetine degen Allah Tağalanın iltifatı, sый hürmeti deb qabıldasak gerektir. Allah Tağala Muhammad aleyhisselamның ümmetin oslayşa hürmetlep, osындай sıpayı, biyazı buyruq beredi. Tez barыңдар, Muhammad aleyhisselamның şarafatından ülüs alыңдар, men senderge rahmet dastarxanын jayıp koydum deb buyuradi. İman keltirgen kul üçün osıdan tәtті buyruq bolama. Uluq ustaz, terbiyelewçi Rabbimiz Allah özü үйretedi, özü orundaydı. Sosun bizge үйretip, және özü sıylık beredi. Mine salavat aytu, osындай gajayip kulçuluk ispetdes, kızık ruhani құбылыс. Бұл құдіретті Құдай мен оның ардақты елшісіне құрмет көрсетіп, жеңіл ғибадат мен маңызы ауыр сауап табудың тәсілін құл сүйгіш Алла әдейі үйретіп қойғандай. Қанша ұрпақтың санасын нұрға бөлеп, көкірегіне үміт ұялатқан Әби Хурайра атты сахабасынан жеткен хадисте Хазіреті Пайғамбарымыз алейхиссалам былай деген екен: Мен салла алейя вахидатан саллаллаху алейхи ашран. Кімде-кім маған шын ықыласпен салауат айтса, ол мұсылманға Алла Тағаланың өзі 10 салауат айтады деген. Енді Хазіреті Анас разияллаху анху арқылы жеткен мына хадисте осы шындық тағы да расталады. Кім пайғамбарға салауат айтса, оған Алла Тағала 10 салауат айтады. Және оған 10 мәртебе дәреже береді. Және оның 10 күнәсін кешеді деген. Міне бұл ғибадаттың ғажабы сол, қанша салауат айтсаңыз, Алла Тағала қуана-қуана қабыл алады. Қабыл алып қана қоймайды, салауат айтқан мұсылманға Алла Тағала мейірімін төгіп, бұған рақымшылық қылайыншы мен деп, бір емес 10 кешірім жазып, пайғамбарлар тәжи етіп жаратқан Мұхаммад алейхиссаламды мойындағаны үшін сол мұсылманға жарылқаушы Құдай 10 салауат айтады. Пайғамбарлар патшасы Мұхаммад вассаламнан тағы мынандай хадис жеткен: Ма мин ахадин юсаллиму алейя илля раддаллаху аля рухи хатта арудда алейхи салама. Бұл хадис пайғамбар алейхиссалам дін ұстау шоқ ұстағаннан да қиын болатын заманға әдейі арнап айтқан арзасы сияқты. Сан ғасырдан біздің ұрпаққа жеткен арнайы сәлеміндей. Маған салауат айтып, сәлем жолдайтын ешкім жоқ дейді. Елдің бәрі қанша игіліктен ғафыл қалып, түкке тұрмайтын атақ мансап, мал мен баққа таласып, ал момындар болса жалған діннің шырмауына шалынып, маған салауат айтпайтын болды. Ал осындай заманда діннің тазасын іздеген мұсылмандар маған салауат айтып, дұға тілек тілесе, онда менің рухыма ол сөздерді Алла Тағала өзі дереу жеткізеді. Сосын менің де сәлемімді Алла Тағала сіздерге жеткізеді деген. Насан атты дін кітабында Масғуд деген пайғамбарымыздың сахабасының мына сөзіне тәуба қылайық. Инна лиллахи малаикатан сайяхина фил арди юбаллигуна мин уммати салама.
пайғамбарға шын ықыласпен жолданған сәлем салауаттарды Алла тағалаға арнайы жеткізіп тұратын періштелері болады. Олар жер жаһанды шаршамай шарлап ұшып жүреді. Ол періштелердің бар жұмысы үмметтерінің айтқан сәлем салауаттарын көкке көтеріп әкетіп, пайғамбар алейхиссаламға жеткізіп тұру деген. Ендеше құрметті көрермендер, осы хабарды жан жүрегімен тыңдап, шын иманмен иланып отырған баршаңыз әр салауат айтқан сайын әрбір отандасымызға Алла тағала 10 салауаттан жолдап, басымызға бақ, отбасымызға береке, отанымызға тыныштық нәсіп қылады. Қасиетті мәуліт айында айтқан сәлем салауаттарыңыз қабыл болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ватузуч мен асқапқа рахбар болған Мухаммад, ияланға чачлиға қанағатлық Мухаммад, ғаси жафи умматқа шафағатлық Мухаммад, tunlar yatıp uyumaz tilavatlık Muhammed, garip bir yetim ve marvatlık Muhammed. Ya Muhammed, Muhammed, ve salatu ve sellem. Ya Muhammed, Muhammed, ve salatu ve sellem. Yoldin azgan gumrahga hidayatlık Muhammed, muhim tutsa her kimga kifayatlık Muhammed. Abu Cehil bu Lahab'a siyasatlık Muhammed, malamat nisabuni salamatlık Muhammed. Ya Muhammed, Muhammed, ve salatu ve sellem. Ya Muhammed, Muhammed, ve salatu ve sellem. Ya Muhammed, Muhammed, ve salatu ve sellem. Assalamu aleykum, қадірлі мәуліт бағдарламасының көрермендері. Тамырын әлемдегі ең көне цивилизациялардың шыңырау тереңінен тартатын қазақ халқының дүние танымында пайғамбарға салауат айту мейлінше қалыптасқан үрдіс. Сан ғасырдан қолымызға жеткен рухани мұраларымызда сақталып, санамызға сіңген үлгі. Данышпан ғұламаларымыздың ой толғауында, жыраулар дастанында да, қабырғалы билердің салихалы жиындағы сөз саптауында да Аллаға мадақ, пайғамбарға салауат үзілмеген. Алла тағаланың салауатқа қатысты кесімді байлауы нұрлы аяттарда ашықталған және пайғамбарымыздың көптеген хадистерінде баяндалғаны туралы біз өткен хабарымызда айтқанбыз. Имам Мәлік, Имам Шафи рахматуллах алейхи секілді көптеген ислам ғалымдары бұл оқылған аяттың хүкімдік дәрежесіне лайық ой тұжырымдап кеткен. Әсіресе пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вә әлихи вә сәлләмнің есімі айтылғанда, немесе естіген кезде, немесе айтқан кезде оған салауат айту керек деген. Оның ішінде Әбу Ханифа имам Ағзам мазхабында осы салауат мәселесі егжей-тегжейлі тексеріліп, өте терең түсіндірілген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вә әлихи вә сәлләм осы имам Ағзам турасында «Ән-Нұғману сираджу үммәти» менің үмметімнің шырағы Сәбиттің ұлы Нұғман деп өзі айтып кеткен. Хазіреті Адам алейхиссалам мені мақтаныш етеді. Бүкіл пайғамбарлар мені мақтаныш етеді. Ал мен болсам өз үмметімнің ішінде Сәбиттің ұлы Нұғманды ерекше мақтан етемін деген. Кім егер тура жолда болуды қаласа, тура жолдан таймауды мақсат етсе, осы имам Ағзам Әбу Ханифаның мазхабында болсын деп кесімді байлауын айтып кеткен. Енді осы имам Ағзамның мазхабында салауат айтуды сүннет амалдарға жатқызады. Яғни оны орындамаған адам шафағаттан қорғалмақ. Я Алланың сүйекті досы, барлық пайғамбарлардан Алланың алдындағы мәртебесі биік, жаралысы ұлық Хазіреті пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға осы күнге дейін қаншама ғұламалар, әулиелер салауат айтты. Сол салауаттың ізгі дәстүрін Алла тағала біздің ұрпаққа да нәсіп еткеніне есепсіз шүкір. Яссауи рахматуллах алей бабамыз өзінің хикметтерінде
Аллах деген қанды асыл пайда қылды. Ахиретте Аллах бірлі сауда қылды. Амал қылған шын ғашықны дана қылды. Жану дилда хай зикrini айтың достар дейді. Алла тағала қасиетті Құранда ашық айтқан бұл неғылған сауда. Адамдардың өз жаратушысы мен асырап сақтаушы әрі тәрбиелеуші ұлық тәңірісімен саудаласуы ақылға қонама. Міне Алла тағаланың Мұхаммад алейхиссаламның үмметтеріне нәсіп еткен мәртебе құрметі осы. Күнәһар, сабырсыз пенделерінің өз жаны үшін қылған амалдары үшін ұлық мейірімді иеміз сыйлықтарын дайындап, жамандығын көрседе көрмегендей болып, Сәттар деген есімінің шарафатынан жасырып, ал әрбір жақсылығымызға 700-ге дейін асырып отырады әр жақсылығымызды. Және біздің шолақ ақылымызға ұғынықты мысалдармен ұқтырып, сен дейді, егер бір уыс дән ексең жерге, мен оны қанша есе көбейтіп, жайқалтып егін қылып өсіремін. Әне, әрбір жақсы амалдарыңды осындай қылып өсіріп отырамын. 100 емес, 1000%, тіпті 700 есе, яғни 70.000%-ке дейін үйіп төгіп қойны қоншыңды толтырып беремін. Себебі мен барша қайыр жақсылықтың тетігін ұстап отырушы иесімін дейді. Міне Хазіреті Әбу Хурайра атты сүйікті сахабасынан жеткен мына хадисте: "Мән салла алейя вахидатан саллаллаху алейхи ашран." Кім дейді Хазіреті Мұхаммад алейхиссалам, маған шын ықыласпен салауат айтса, ондай мұсылманға Алла тағала сол сәтінде 10 салауат айтады деген. Яғни осы бір амалымыздың салмағын 10 есе қылып қайтарып берем деген. Енді күнәһар пенденің бір салауаты менен 18.000 ғаламды жаратып, меңгеріп тұрған шебер Құдайдың бар дүниені нұрға бөлеп, гүл жайна
бітірерсің деп дұға қылған. Ғатаба сөйтіп жайбарақат үйіне барып, әкесі Әбу Лахабқа болған жағдайды баяндап береді. Бірақ осы кезде дінге мойын сұнбаған тоң мойын Әбу Лахабты, егер Құдай Хазіреті Мұхаммад алейхиссалам дұғасын қабыл қылса, қайтпекпіз деген қорқынышты ой бойын билеп алды. Біраз күн өткен соң Әбу Лахаб Ғатабамен бірге Шам қаласына керуен жүргізген Құрайыштың бір топ саудагерлерімен сапарға шығады. Жолшыбай бір жерге түнейтін болды. Жүрегіндегі үрей әлі сейілмеген Әбу Лахаб қасындағы серіктеріне: "Бүгінгі түн сіздер бізді күзетіңіздер. Мұхаммедтің балама қылған дұғасынан көңілім тыныш таппай-ақ қойды" деп дегбірсізденіп, сезігін сыртқа шығарады. Мұны естіген саудагерлер жүктерінің бәрін түсіріп, биек қылып үйді де, таудай боп үйілген жүктің ең үстіне орын жасап, Ғатабаны соған жатқызды. Сөйтіп бәрі Ғатабаны қоршап, жан-жағына жатып қалды. Өздері де секем алып, түйелерін қоршай шөгерді. Жым-жырт түннің ортасынан ауа, Алла Тағаланың бұйрығымен сол маңға бір жолбарыс жеткен. Дүлей тағы хайуан ұйқыда жатқан жұртты түгел иіскеп шықты. Ешқайсынан Хазіреті Мұхаммад алейхиссаламға деген дұшпандық иісін тапқан жоқ. Сөйтіп ешкімге тимей, иіріліп жайғасқан керуенді тағы бір айналып шықты да, оқыс бұрылып үйілген жүктің үстіне бір-ақ қарғып шықты. Жолбарыс Ғатабаның тұла бойынан Хазіреті Мұхаммад алейхиссаламға деген өшпенділік иісін жазбай таныған. Пайғамбардың наласына ұшырап, Құдайдың қарғысын арқалаған бақытсыз Ғатабаны жолбарыс керуеннің ортасынан дыбысын шығармай өңгеріп алып шықты да, біраз жерге сүйреп апарып, аулақтап парша-паршасын шығарды. Тағы бір жұлқи сілкіп алып, жанның жаханнамға бір-ақ атып жіберді. Таңертең ұйқыдан тұрған жұрт оның өлігінен ешқандай белгі таппай, осылайша із-түзсіз жоғалып кете барды. Осы оқиғаға қатысты ұлық Алла Тағала: "Вәзәлика хуәл хусранул мубин", осы айық жойылу деген. Алла Тағалаға және оның достарына қастық қылған, я оған зұлымдық ойлап қойнына тас тыққан адамдардың тек өзіне ғана зұлымдық жасайтынын Алла Тағала Құран-ы Кәрімінде қанша жерде ерекше ескертіп кеткен. Міне 18-ші Кәхф сүресінде мынандай таңғажайып аят аян болған. Сол уақытта періштелерге: "Адамға сәжде жасаңдар" деген едік. Сонда Іблістен басқа бүкіл періштелер сәжде қылды. Жалғыз ғана Іблис лағин Раббының әмірінен бас тартты. Сонда менен бет тұрғанда дос көргендерің сол қасарысқан Іблис шайтан мен оның ұрпақтары ма? Ендеше біліңдер, олар сендерге ашық дұшпан. Залымдар үшін бұл неткен жаман айырбас. Хазіреті пайғамбарымыз вассалату вассаламнан басқа ешбір пайғамбарға нәсіп болмаған Миғраж сапары туралы біз сіздерге баяндағанбыз. Хазіреті Осман разиаллаху тағала анху бізге жеткізген мына бір хадисте пайғамбарымыз вассалату вассалам Алла Тағаламен сұхбаты туралы мынандай бір оқиғаны баян еткен. Алла Тағала менің үмметтерімнің үстінен мынандай 3 түрлі шағым айтты, маған арызданып, дейді пайғамбарымыз вассалату вассалам. Бірінші дейді: юхалифуна мағи ва юсалихуна маға ғайри. Ей Хабибім, сенің үмметтерің маған қарсылық қылады, менің жауыммен достық қылады. Яғни мен оларды маған кел, маған бет бұр, есіңе ал мені, мен жарылқаушы кешірімді Құдаймын ғой деп, бір емес, 100 емес, 6666 аят Құран-ы Кәрімде шақырсам да, әзәзіл шайтанды дос көреді дейді. Екінші арзым дейді пәк Алла, мінсіз Алла пайғамбарымызға: ва якулуна ризқи ва яқбудуна ғайри.
Ey sүйükті Хабибім, бұл қалай? Сенің үмметтерің менің берген есепсіз көп нығметтерімнен жейді, қызығын көреді, бірақ маған емес, басқаларға табынады дейді. Үшінші дейді Алла Тағала: Әнә муғиззухум ятлибуна әл-ғиззата мин ғайри. Мен оларға, сенің үмметтеріңе, бұрынғы өткен ешбір пайғамбарға бермеген ерекше мәртебе дәреже бердім. Және осы бергенімнен де көп есепсіз бақ құрмет бергім келеді. Сондай сүйіп жаратқан құлдарыма, сенің үмметтеріңе дейді. Ал олар болса, құрметті менен емес, басқалардан тілейді деп, мейірімді Алла Тағала сүйікті досына Мұхаммад алейхиссаламға Миғраж сапарында осындай үш түрлі арыз айтады. Мүбәрәк пайғамбарымыз уәссалату уәссаламның ең жиі қайталап оқитын сүйікті дұғасы мынандай болған екен: Ей кең Алла, өзіңе ғашық болуды тілеймін. Және өзіңнің дидарыңа барша ынта ықыласымен ғашық болып, сондай сені сүйген игі салих құлдарыңа ғашық болуды тілеймін. Және сенің махаббатыңа жеткізетін барша игі хайыр жақсылық амалдарды сүюді тілеймін. Осы дұғаны оқып, баршаңыздың отбасына хайыр жақсылық тілей отырып қоштасамыз. Аллахумма инна нас'алука хиббука ва хубба ма юхиббука ва хубба кули амали юқарибуна иля хуббака. Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Sakralarını kuminca La ilahe illallah, ağaçlarını barginca La ilahe illallah, mahlukatını toginca La ilahe illallah, yağmur katrasaninca La ilahe illallah, her nefeste her halde La ilahe illallah, kim adasın tağat La ilahe illallah, mahrum haksaninca La ilahe illallah. فاغفر لنا يا غفار فاغفر لنا يا غفار فاغفر لنا يا غفار. يا محمد محمد والصلاة وسلم يا محمد محمد والصلاة وسلم يا محمد محمد والصلاة وسلم. Ассаламу алейкум, қадірлі мәуліт бағдарламасының көрермендері. Біз сіздерге өткен хабарымызда Алла Тағала қашанда сүйікті Хабибіне қуат беріп, қолдап, желеп-жебеп отырған туралы баяндағанбыз. Кімде-кім жалғыз ғана жаппар Құдайдан пана тілесе, барлық хайыр жақсылықтарды беруші, барлық жақсылықтардың иесі Алла Тағала екенін мойындай алса, сол адам ғана нағыз бақытты жан екендігін, ал кім тілеуін Алладан тілемей басқадан тілесе, оның досы шайтан лағим болатыны туралы хикаялар менен, ғажап хадистер менен баяндап бергенбіз. Кім Алланың достары әулиелерге қарсы келсе, оларға қарсы Алла Тағала өзі күрес ашатыны туралы аят хадисте ашық баяндалған. Хашимнің баласы Әбу Жахил Хазіреті Мұхаммад алейхиссаламға ашық дұшпан болып, бүкіл Құрайыштың атқа мінер ақсақал қарасақалын түгел қайрап салып, пайғамбарымызға қарсы қойған. Жан аяулы жақсыға қосамын деп, әркім бір үй ұстап жүр, арылдатып демекші. Тіпті қажылық сапармен Меккеге келген басқа ру, басқа тайпаның адамдары туралы да пайғамбарымыз уәссалату уәссаламның сыртынан неше түрлі өсек айтып, ақын деп, сиқыршы деп, түгел қарсы айдап салған. Осы Әбу Жахил бір кедей ғарыптың түйесін сатып алып, бірақ ақысын бермей, кейін деп қара борандатып алдап жүре береді. Содан бейшара кедей Әбу Жахилдің үстінен шағым айта Құрайыштың үлкендеріне кіреді. Олар болса ол бейшараны қызжақ қылып, Мұхаммадты қоса күйдіріп мазақ қылайық деп,
Hazreti Muhammad aleyhisselamға сілтейді. Арызыңды Мұхаммедке айтсаң, ол өзіңдей жарлыларға жәрдемші болып жүр ғой. Ісіңе әділ қарап мәселеңді лезде сол сәтте шешіп береді дейді. Кедей байғұс бұл сөзді шын көріп, Hazreti Muhammad aleyhisselamға барады. Hazreti Пайғамбар aleyhisselam болса, кедейдің арызын түгел тыңдап алып, Әбу Жәхилдікіне ертіп келеді. Есігін қағып, Әбу Жәхил іштен, бұл кім дейді? Мен Абдулланың баласы Мұхаммадпын дейді. Әбу Жәхил үйден жүгіріп шығатты. Сендер мұсылмандардың биязы назарынан қорқыңдар. Мұсылмандардың назарымен Құдай қарап тұрады демекші. Hazreti Muhammad aleyhisselamның жүзіне көзі түскен кезде Пайғамбар алейхиссаламның айбаты басып, есеңгіреп тұрып қалған. Содан есін жиған соң тілі күрмеліп, мархаба, я Әбіл Қасим, қош келдіңіз, я Мұхаммад, келген шаруаңызды айтыңыз, не бұйырасыз, орындаймыз деп күмілжейді. Пайғамбар алейхиссалам, мына пақырдың ақысын неге бермей жүрсің деген сол еді. Әбу Жәхил дереу үйге қайта сүңгіп кетті де, қапшығын алып шығып, сол жерде кедейдің ақысын түгел беріп, ырза қылып жіберген. Содан кедей қуанып, Мұхаммад алейхиссаламға рахметін айтып, үйіне қайтты. Қайтып келе жатып, жолда баяғы Құрайштың ұлықтарына ұшырап, ой, сіздерге көп рахмет, мені бір тәңір жарылқағыр жақсы адамға жіберіпсіздер. Әбу Жәхилдің алдында ол кісінің расында да беделі керемет екен. Ол залымнан мені құтқарып алды деп мәз-мәйрам болады. Енді бұлар аң-таң қалып бір-біріне қарасып, Әбу Жәхилдікіне келеді. Ау, Әбу Жәхил, бұл қалай? Сен Мұхаммадтың қас жауымын, орайы келсе ұрып өлтіремін деп кіжініп жүруші едің ғой. Әлде Мұхаммадтың сиқыры әсер етті ме дейді. Сонда Әбу Жәхил шынын айтқаннан басқа амалы қалмады. Мұхаммедке бұрын қандай дұшпан болсам, әлі де сондай дұшпанмын. Бірақ ол келіп кедейдің қасында тұрып сөйлегенде, оң иығында тұрған бір айдаһарды көрдім. Маған қарай аузын ашып, мас болған бурадай тап бергенде буыным құрып, өлі жаздадым. Егер оның айтқанын істемегенде, ана кедейдің ақшасын бермегенімде ол айдаһар мені деміне тартып жұтып жіберетін еді деп, есін әрең жиған екен. Hazreti Әбу Хурайра разияллаху тағала анхудан рауаят болған мына хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям былай деген: осы анық ақиқат, Алла тағала Инна Аллаха тағала қала мағада ли валиян фақат азантуху бил харби. Кімде-кім менің әулие достарымнан бір адамға дұшпандық ойласа, мен өзім ол залыммен ашық күреске шығамын деген. Анық асық әулие, кереметке сол ие. Жаны құрбан жарына керексіз оған дүние. Жарынан бөлек жаны жоқ, табатын басқа жары жоқ. Асықтан аяп қалатын иманы малы ары жоқ. Жарының жаны жандары, жалынға жанбас тәндері. Дозақтың отын өшірер жүректен аққан қандары. Шын қасиет соларда дегенім күнә болар ма? Құбылма мінез, тайғақ ой, екі сөз болмас оларда. Таспиқ сәлде жайнамаз, тастамасаң қыс пен жаз, жүрегің болса тайғақ саз, сопы сынып қылма наз. Ақыр заман молдалары әулие атымен қас болар демекші. Мұндай серігі жоқ ұлы Алла тағаланың достары, әулиелер кімдер? Және мұндай қасиет қандай адамдарға қалайша нәсіп болмақ? Бұл сұраққа атамыз Шәкәрім рахматуллах алей былайша жауап берген: менде барда тіпті сізде жоқ емес бұл қасиет. Оны өшіріп бәріңізде дедіңіздер жауды жар. Ендеше Алла тағаланың бергенде қапысы жоқ, ешқандай міні жоқ, баршамызда бұл қасиет бар. Ал Алладан ғана пана тілемеген адамның досы шайтан лағин болмақ. Және ұстазы жоқтың ұстазы шайтан деген. Ең үлкен ұлық ұстазымыз, тәрбиелеушіміз Алла тағала болса,
осындай сыр сөздерін қазаққа, өзіміздің ана тілімізде жас балаға сүтке езіп бергендей қылып, балдай қылып тамызып кеткен Қожа Ахмет Яссауи, Абай Шәкәрім аталарымыз неткен ұлы ұстаздар. Әр заманына, әр қоғамның парасат сана деңгейіне лайық ұлы ұстаз Алла тағала кез-кезегімен, лек-легімен неше жүз мың пайғамбарларын жіберді. Бүкіл пайғамбарлар тәжі болып, соңғы пайғамбар Мұхаммад уәссалату уәссалам Хазіреті Айша анамыздың айтуынша, Алла тағала елшісіне таңдау еркін бермей тұрып, құзырына қайтарып алмас дейді екен. Хазіреті Айша анамыздың қолында көз жұмған мүбәрәк пайғамбарымыз уәссалату уәссалам ең ұлық достыма деп фәни дүниеден үзілген. Бүкіл әлемде терең тұңғиық тыныштық орнаған. Мейірімді Алла тағаладан әнбиялар көші осылай аяқталған. Одан кейін әулиелер заманы Алланы сүйсең менше сүй деген жалғыз Алланың дидарын аңсаған көзі жас халыққа бас ғазиз жандар Алланың достарының легі басталды. Енді сіз бен біз өмір сүріп отырған шым-шытырық шатақ-дін шыққан, затшылдыққа ұрынған надан ғалымдар қошеметке ие болған қилы заман, әулиелер көші тоқтайтын сырлы заман. Алайда әулиелер көші тоқтағанмен Алланың мейірім рақымшылығы үзілген емес. Себебі Алла тағала адамдар заманды кінәлайды, ал заман мен емеспін бе деген. Сол аталарымыз сарғая күткен бұлдыр үміттің сурет сипаты анық біліне бастағандай. Себебі біздің заманға нәсіп еткен Алланың ерекше нығметі Хазіреті Мағди ғалейхиссаламның келуі болмақ. Сөйтіп әлемге ар ілімінің бар сырын айқара ашып беретін келесі көш Мағдиун ғалейхиссаламдардың көші басталмақ. Олардың сыр сипатына бізді қанық еткен Аллаға мыңда бір шүкір. Осылайша Мұхаммад ғалейхиссаламның үмметтеріне берер Алла тағаланың қиял жетпес нығметтері жалғаса бермек. Олы көш, руханият көші, қос жолындай сайрап жатқан салтанатты шеруін тарта бермек. Алла тағала осы үмітіміздің тезірек жүзеге асып, руханият бұлағына емес, мұхитына шомылып сусындауды баршамызға нәсіп етсін. Әмин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. لا إله إلا الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله هو الله لا إله إلا الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله هو الله لا إله إلا الله نور محمد صلى الله